осы Астана қаласының жалпы Қазақстанда көптеген жерлерде бір қате жазылғандардың мағынасы қате, тіпті сөз былай тұрсын, оған үйрендік қой, ішінде дегенді айыра алмайтыннан. Мағынасы қате. Қас көріңіздер, мына бір сөз мынандайдан бастайық. Рукопашный бой самообороны дейді. Қоян қолтық ұрыс өзі қорғау. Ананың орысшасын алып тастасаң бар ғой, не екенін түсінбейсің ана бар ғой. Қоян қолтық ұрыс өзі қорғау дейді. Қоянға кетіп батырған секілді ойлайсың ғой жаңа. Қоян сатам екен мынаның ішінде деп. Мынаны қараңдаршы енді. На территории не сорит, не харкать деген. Алауыздық тудырмаппын аумақта дейді. Мына сөздің мағынасын түсінесіздер ме? Анау бар ғой, мен анау жазу емес, ананың бір жауабы секілді. На территории не сорит, не харкать. Алауыздық тудырмаспын аумақта. Мұнаның өзін жоқ қойса бар, жазып қойса ешкім түсінбейді мынаны. Келесісін көрейікші. Мынаны қараңыздаршы. Филе съемки. Ақ еркенің жон еті. Ақ еркенің жон еті дейді вообще. Әйелі ақ ерке болса, күйеулер от души жейтін ет секілді ғой. Ақ еркенің жон еті. Филе съемки. Ақ серке ғой. Қате жазып қойған ақ ерке дейді. Біздің өзімізге, елімізге келіп жатырған осындай нелер. Келесісін көрейік. Мынаны қараңыздар. Меняю старые на новые. Кәріні жаңаға ауыстырамыз дейді. Кәріні жаңаға ауыстырамыз дейді. Ескіні жаңаға ауыстырамыз ғой. Сон кәріні деп қойғанда. Үйде кәрі мебель бар ма дейді. Кәрі телевизор. Жоқ, ана кәрілер қарап отыр. Пока сата алмаймын. Кәріні жаңаға ауыстырамыз. Қаланың көшесінде үлкен баннерде тұр. Келесі. Родные запчасти от КамАЗ дейді. КамАЗ туған қолсалқы бөлшектері. Уж КамАЗды тудырып жатыр ғой бар ғой. Ана родные дегенді тура аударып тұр ғой. Мынаны қараңдаршы. При пожаре звоните, өртте шырылдайсыз дейді. Жоқ, оны білем шырылдайтынымызды. Жоқ, енді оны нағылы бетімізге айтмай керек деймді. 101 адам шырылдайсыз. Өртте шырылдайсыз дейді. Кәдімгі жазып қойған. 101-ге звондап шырылдайсың. А біз алмаймыз десе жауап бет. Келесі. Мынаны қараңыздаршы, балалардың кәмпиті. Покрути, лизни, обмакни. Айналдыр, жала, малып ал дейді. Жоқ, балалардың кәмпитінде. Тура неға, нағып тура аударады, мен соны түсінбеймін бар ғой. Бір кішкене мағынасы өзімізше аударуға болады ғой соны. Келесі. Мынаны қараңыздар. Администрация магазин обувенок за безопасность детей, играющих на детской площадке, ответственность не несет. Обувенок дүкенінің әкімшілігі үшін бала шағаның қауіпсіздігінің жауапкершілік балалар алаңшығында ойнаушылардың несет. Ана несет дегенді аудара алмаған ғой, не деп несеттің қазақшасы қалай еді дегенде несет дей салған ғой бітті. Мандай аударман көрінді ме? Несет деген сөзді айтшы. Еще мағынасын да түсінбейсің, еще несет деп қойған. Йон алған бітті қазақша, несет. Сендер нені несет етесіңдер? Жоқ, біз несет етпейміз. Че сендер несет етпесеңдер, біз балаң сендерге қалай тастаймыз деген болашақта сөз шығатын секілді ғой. Келесі. Мынаны қараңыздар. Губка для тела, денеге арналған кішкене ерін. Денеге арналған кішкене ерін. Вообще әзіл шығарып керек жоқ, қазақша аудармаларды оқи берсең өзінен өзі күлкілі бәрі. Тура аударған ғой, білмеймін, ана қазақша нелерден бар ма екен, Google'дан аударған ба. Денеге арналған кішкене ерін. Кішкентай ерін денеңді жуып отырасың дейді. Аударат дегенге. Бізде бір қазақ тіл департамент басқармалар бар шығар деймді, соларға барып тексертпей ма деймді, өздерінше печат ете бермей. Келесін, мынаны қараңыздар. Бүгінде кеше көргем. Трусы мужские деген. Қазақшасы қорқақтар еркек. Ана трусы дегенді аударып тұр ғой сонда. Ол ананы ойлап тұрған жоқ вообще. Трусы дегенді қорқақтар еркек. Бетімізге басып не болды соншама деймді жа. Сәлеметсіз, сіздерде қорқақтар еркек бар ма? Жақсы екен, ананы айтуға ұяттау ғой, мынау қорқыныш өлті. Ақ қорқақтар бар ма? Көк қорқақтар. Бұл жерде ақ полосасы бар қорқақтар. Келесі. Мынаны қараңыздаршы. Цыпленок, табака, темекі, тауық.
тура аударып тұр ғой темекі тауық айтсаңыздаршы цыпленок табака темекі тауық